Біздің туристер, әсіресе қазақстандық туристер өздері өзіміздің тарихымызды, қандай қазақтың күрделі мемлекеттік басқару жүйесі болған, қандай ел болғанымызды түсініп, өзіне бойына сіңіру керек. Бұл Абақай қорымы, Бурабайдың тарихи мұрасы өте терең. Ақмола облысының әкімі Марат Мұратұлы Ахметжанов Бурабай қорының тарихына аса назар аударады. Әкімнің тапсырмасы бойынша Абақай қорымында археологиялық қазбалар өткізілген 24 жылы. Енді осы қорымды біз археологтармен зерттеп, бұл сақ дәуірінің ғибадатханасы болып табылады. 8-3 ғасыр біздің дәуірге дейінгі уақыт. Сондықтан да бұл сақ дәуірінің бір ерекше орны, Бурабай қорының көне тарихы бар жер екенінің дәлелі. Сондықтан да бұл жерде және де осы Бурабай қорының басқа жерлерінде бірнеше қорғандар табылған. Соны біз Ақмола облысының әкімдігі, осы жердегі археологтармен, зиялы қауыммен бірге, тарихшылармен бірге, және де мемлекеттік органдармен осы Бурабай қорының шеңберінде тарихи мұрасы мол бөлек туристік маршрут құрдық. Осы жылы біз соны іске қосатын боламыз. Осы Абақай қорымында енді сол сақ дәуірінің бұрынғы сол қорым қалай болды бұрында, жергілікті бизнесмендермен бірге, жеке инвесторлардың қаржысымен дизайнын барлығын келісіп, қайтадан құратын боламыз. Шабақты көлінің қасында ғұн патшайымы жерленген қорым 1928 жылы табылған. Ол да біздің тарихи туристік маршрутке кіретін болады. Туристерге, халықаралық және де қазақстандық туристерге біздің Бурабайымыз біріншіден бұл тарихи қасиетті жер. Сол осы жердің мағынасын, мәдени мұрасын көрсетуге ниеттеніп отырмыз. Бурабай қорының бүкіл жаңағы жерлерінде әртүрлі қасиетті жерлер бар. Бұл мына Абақай сақ дәуірінің ғибадатханасы болса, Көкше тауының бөктеріне әрі қарай жылжысаңыз, Ораз аталықтың кесенесі бар. Ораз аталықтың орны бөлек, Абылай ханның аталығы болған үлкен тұлға, қазақ хандығының мемлекеттілігіне үлкен үлес қосқан мемлекет қайраткер. Қазақ хандығының өте күрделі мемлекеттік басқару жүйесі болған. Соның ханнан кейінгі ең үлкен жоғары лауазым ол аталық болған. Аталық лауазымы ол хан ордасының басшысы, ханның балаларының тәрбиешісі және ханның бас уәзірі функциясын атқарған үлкен лауазым. Сондықтан да біз бұл аталық институтын тарихшылармен бірге зерттеп, енді Ораз аталықтың кесенесін біз бөлек туристік дестинация қылып жатырмыз. Әрі қарай Ораз аталықтың ар жағына барсаңыздар, Көкшенің ар жақтағы бөктерінде Абылай ханның Қызылағашы деген жер бар. Ол да бөлек қасиетті жер, тарихи деректері бар. Біздің мына Бурабайдың ортасындағы Абылай ханның алаңы деп айтылады. Негізі ол туристерге арналған жер болса, ол Абылай ханның Қызылағашы, нағыз Абылай ханның әскері қоныстанған ордасы болған жер. Бұл жерде де бұл бөлек дестинация болады туристерге. Әрі қарай сол мына көлдердің ар жағына барсаңыздар, енді Жөкей көлі бар. Жөкей көлінің өзі қасиеті бөлек, және қасында да сақ дәуірінің қорғандары табылған. Ол жерде де жеке инвесторлардың қаржысымен бөлек бір қорған салып бастаймыз. Бұрында болмаған үлкен бір бастама болып отыр.